Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Менің мынандай 70 ені 50 1,5 метр матам, жарты метр матам болған. Содан жилетка тігейін деп жатырмын. Мінекей. Мына жағы 52, былайынан 70 болып тұр. Осыдан жилетка жасап жатырмын. Мына қолтық ойындысын ортаға жібердім да. Алдын кестім өзіме. Мына жерден қалғанын, маған қалта керек болып тұр телефон салғанға. Соны мына жерге жабыста салам ба деп тұрмын. Телефон сыйса болды. Енді может былайынан. Мына жағын кішкене бүктеп жіберіп. Енді былайынан салып. Қазір көреміз енді. Так, қыздар, мына жерді мынаның ширинасы бізде 11 болып тұр. Мына қалған матаны. И мына жерде 20 кесіп алдым. Соткам 18, 17 екен осындығы. Былайынан жататындай. Үстіне осында джинсидің шалбардың балағы ғой, қысқарып. Сон балағын кішкене мынаған қоса салайын деп ойладым. Сонда нормальный қалта болады мына жерге. Екі жағына да. Так, мата астаттық болғаннан кейін мынандай брактары болған. Бұл матаны көргеннен кейін сразу ойладым, жилетка жасайым деп. Екі жақ шетінде осындай кішкентай брак болған. Енді ол тігіншілерге қорқынышты емес, ондай брак. Сондықтан оны тіге салған қиынға түспейді. Мынаған мына неге подсвет қып, мындай матадан ойлап тұрмын артына жасағанға. Мына жерін тігіп шығамын да, мына жақтарын жібере саламын. Или қайырып тіге саламын. Қайырып тікпейді жарым, наверное. Потому что арқа болғаннан кейін ол батады, потом мына шеттерін селдірет жіберем, наверное, скорее всего. Так, мына жерді қолмен тігіп алайын деп ұйғардым. Тігіп жатқан кезде ортасы ашылып, некрасивый болып қалмасын деп. Ақырындап қолмен көктеп шығасыламыз. Тартпай, мата қалай жатыр солайынан ғана. Артық движение жасамай. Просто бір-бірінен ажырамаса болды. Бір қабат жіппен жеткілікті. Матаның ранасын бинтовать еткендей боламыз. Тігіп, бетіне изолентасын жабыстырып. Әйтпесе жақсы мата, тастағанға жалко. Так, енді мына жер бізде 13 сантиметр екен, шов. Так, мен оған 15 сантиметр мата қосамын. Мынаны екіге тура бүктеймін. 15 сантиметр тура мына шовқа келемін. Содан былай қоямын. Жан-жағын инемен түйреп алам. Қолмен тігіп алсаңыздар да болады, инемен тезірек болады. Так, осылай. Енді мына матамыз бізде 4 сантиметр, 2 сантиметр. Так, между 15 дедік, е? 15. 2 сантиметр тура ортасын сызып аламыз. И жан-жағынан 0,5 сантиметр. Жоқ, 1 сантиметрден тігейін. 14 сантиметрге.
Так, мына ортасындасын тікпейміз. Мына жерін былай айландырып тігіп шығамыз. Может, мына жағында бүйтіп тігіп шыға саламыз. Көреміз енді жұмыс барысында. Так, достар, некина нені қолмен көктеп аласыздар. Мына денелермен теріп алдым. Мынаншалықты маған жағасы да. Сөнген мына жерінен де кішкене алу керек болып тұр иығынан. Неке жаңа қалтамыз мына жерге жарасып тұр. Көріп тұрсыздар. Сіздеріңізге киіп көресіздер. Бірінші қолмен көктеп алу керек. Мына жаңағы жер. Высотасы екі түрлі болып қапты. Мына жер түзеп жіберу керек маған. Так, содан кейін киіп көрдік. Түзуінен тіккенмін, бірақ белі не болып тұр. Талиясынан не жасадым, кішкене выточка. Потому что мына жақта бізде выточка жоқ жанында. Мына жерде бесшовный болғаннан кейін. Бірақ жанына выточка салып жіберсеңіздер болады. Выточканы салып жіберсеңіздер болады. Жанынан кесіп жіберіп. Так, ішкі жағы міне. Көріп тұрғандарыңызда, міне қолмен көктеп шықтым да. Тура талияның тұсынан алып, былай қарай 1,5 сантиметр алып, екі жақ қарай түсіресіздер. Сол кезде белдің выточкасы шығады. Мен енді оны өзімнің нем бойынша жасап жатырмын. Сіздер оны точно қандай выточка болатынын білмеймін, әлі ондай жағын оққан жоқпын өзім. Ан жақтан көрген видеомен тігіп жатырмын. Неке менде алдыда осылай тұрады тура, жетпейді. Негізі маған осындай жилеткалар ұнайды, алды жабылмайтын. Қазір осындай мода тоже. Қалтасы бар зато. Главный қалта. Так, арқасын тіктік. Прямой срочкамен енді қазір оверлоктаймыз оны. Қазір қалтасын тігіп алайық, потом барып иығын тігеміз. Неке қалтасын. Беткі жағы. Тіктік мына жерін. Қазір оверлоктаймыз. Полностью 4 жағын айландырып, 3 жағын айландырып шығамыз. Инемен түйреп алсаңыздар болады. 1 сантиметр көлемде. 1 сантиметр 0,7 миллиметр. Қазір мына жерді бірінші оверлоктаймыз да. Соңынан былай қарай қайырып, астына қайырып, мына жерден строчка көреміз. Неке жаңа қалтамызды оверлоктаймыз. Бұлақтан көтереміз. Так, жаңа жилеткамыздың арқасын тіктік, арқасына тігіс бердік, соны оверлоктаймыз. Арқасында тігісті негізі екіге бөліп, екі жағын отдельно оверлок жасап, үтіктеу жесеңіздер болады. Оған мен бір лез ғана жасағым келіп тұр. Заң бойынша солай істейді негізінде.
арқасын аберлоктап шықтық. Аберлокқа беретін расстояниеде кесіп аласыздар, пышағы егер песе. Так, мына арқасындағы несін тіктік. Ортасынан да тағы бір строчка беріп жібердім. Мына жерді закреплять етіп ұстап тұрсын деп. Мына жерінен тағы да қаттырақ тігіп жіберсеңіздер болады, қолменен тағы да бірлесіп. Мен істеймін ғой, сіздер ол істемейсіздер. Сіздерде ондай болмайтын шығар. Так, мынаны қазір алып, біз енді бір жаққа қарай қайырып үтіктейміз. Содан кейін строчка береміз. 2 строчка беретін шығармын мен. Үстінен кішкене қаттырақ. Оны жуан болып қалады екен, 2-ге бөлу керек етті. Мына пальтоның матасы қалыңдау. Сол үшін бұған 2-ге бөлген дұрыс. Бірақ маған олай ұнамайды, ортасы ашық болып тұратын сияқты. Осылайынан кішкене прочный болады. Так, мынаны да қазір бірінші былай түктейміз. Кейін қай жақ қарай жатқызамыз, сол жақ қарай. Бізде джинсы материалы мына мата қарағанда кішкене жоғарырақ, сол үшін одан былай қарай или былай қарай, дұрыс джинсыға қарай қайыр жібереміз. Мынау қалың болып тұр, ол жақ қарай тағы қалыңдатсаң, вообще қалың болып кетеді. Сол үшін джинсыға қарай үтіктейміз да, и мына жақтан строчка беріп жібереміз. Потом мына жақ жағын аберлоктаймыз. Неке қалталар тігіп алдық. Тіккен жоқпыз әлі, аберлок жасадық. Мына жерден строчка береміз. 2 строчка беру керек. Мен 2 строчка берем, сіздер өздеріңіз білесіздер. Екіншісінде тура сондай. Так, достар, мынаны аберлоктап алдым, бірақ все равно мына матаға сенімсіз болып тұр. Мына матаға созылады, джинсы да созылады, мынау да созылады. Сол үшін астынан кішкене қаттырақ мата қояйын деп ұйғардым. Осы матаны қазір полностью бүйтіп айландырып тікшамыз. Мына жерден аударамыз да, кішкене қатты мата болады. Ішіне қатты заттар, ауыр заттар саласын, телефонның өзі ауыр. Сол үшін қалтамыз пайысып кетеді. Сол үшін қазір тігіп аламыз. Шетінен 0,5 мм. Аберлоктың сыртынан. Майысып жатыр тігіп жатқан жерде. Так, енді осыны қазір аударамыз да түктеп шығамыз. Тоже тағымыз. Мына бұрыштарын кішкене кесіп жүрсе болады. Астарын бүк кесем. Бүктеп, әдемілеп, ішіне салып жүрсе болады. Мынаны өзі бір қалта болып тұр. Мынаны бүйтіп үтіктейміз. Астармата көрінбеу керек. Ар жағынан қарағанда, сыртынан қараған кезде астарматамыз көрінбесін. Осылайынан үтіктеп аламыз ішке қарай. Мына аузын бүйтіп тіге саламыз мына жерде.
Dostlar, қалтамыздың астарын елме бірінші тігіп жатырмын жилетканы. Маған қатты ұрыспаңыздар егер ұнамай жатса. Так, мына матаны, мынау аузы да, например, мынауды резинка сияқты тартыла береді, джинсы білесіздер. Мынаның астына аузын бірінші тігіп алдым, кейін мына жақтарын айландырып тігіп алдым. Киімге тіккен кезде қазір все равно мешать етеді, тіге алмай. Сол үшін мынаның астына қарай тығып отырып максимально созып, қаншалықты созып астыңғы матаны іліп отырып тігеміз. Астыңғы матаны көрсетпейтіндей тігіп жібереміз. Лапканың бойымен алып жатырмын мен тігісті. Қазір неге киімге тіккен кезде де сөйтіп тігеміз. Сол линияны үстімен жүргіземіз. Так, қалтамыз дайын. Енді біз жаңа жилеткаға белгілеп сызып алғанбыз қай жерге тігетінімізді. Мен сызып алдым, сіздер де сызып алыңыздар. Так, иығын келтірген жоқпын. Мына жақтан 5 сантиметр отступать еттім. 1 сантиметр қазір бүйтіп қайырылады ғой. Соны алып тастаған кезде 5 сантиметр, общий 6 сантиметр мына жерден бастап. Соған бүйтіп белгілейміз, қоямыз. Мінекей түйреп алдық. Қазір енді осының бойымен бағанағы астарын тіккен сызықпен жүріп отырып тігеміз. Ой, жібім шығып кетті ғой. Көрініп тұр деген ойдамын. Сызып алдық, бұлайынан да сызық беріп, бұлайынан да сызық беріп, осы бұрышқа келтіріп, екі жағын бірдей қылып өлшеп аласыздар, екі жаққа. Ар жақ қалта, мына қалта расстояниесі бірдей болсын. Ал бисмилля, бірінші шетінен, потом тағы бір не жүргіземіз. Сакретка береміз. Негізі мына флизелин жабыстырсаң қатайып әйбет болып тұрады. Енді бірінші істеп жатырмыз. Спонтанно. Бірінші істеген кезде барлық минустарын бәрін біліп аламыз, затон перешел. Істейміз, дұрыстап істеуге тырысамыз. Флизелин жабыстыратын тоже қазір ойыма түсіп тұр. Қайтадан артқа осы лапканың бойымен береміз.
Лишний жіптерді сразу кесіп отырамыз. Өзімізге жеңілдік жасап. Так, мінекей қалтамыз бітті. Телефонымыз сият деген ойдамыз. Кішкене майысып тұр. Ладно, пойдет. Екінші қалтасын тігеміз. Так, бағанағы артқы шовты бір жақ қарай түктеп жатқызып алдық. Соның үстінен строчка береміз. 2 строчка мен берем. Потому что тігісі жалпақ дәу 1 сантиметр, даже 1,5 сантиметр. Сол үшін 2 жасайын, 2 строчка берем. Түктеп алсаңыздар, тіккенге ыңғайлы, қолыңызбен бүйтіп тартып отырмайсыз, дайын тұрады. Үстінен ақырындап жүре бересіз. Так, оверлоктың шоғын жібін астына қаратып салып жүреміз. Оверлогымызды прочный болып тұрады. Бір рез, 2 рез. Екінші строчканы лапкан бойымен берем. Түзетуге тырысыңыздар. Маған қарамаңыздар. Мынау көріп тұрсыздар ғой, кромкасы астында. Оны қалтыра берем мен. Өзі бұлай әдемі болып тұр. Әдемілік беріп тұр етегіне. Так, міне біз иығын тігіп алдық. Арқасын тігіп алдық. Енді иығын тігеміз. Иықтарын бір-біріне беттестіреміз. Инемен түйреп аламыз. Мына жерде мен иықты, алдыңғы иықты артқы иыққа қарағанда 1 сантиметр жоғары алдым. И бұлай кестім. Тігіншілердің бәрі солай істейді интернетте. Кішкене алдыңғы жағын, мына шов алды қарай құламай, арты қарай кетіп тұрады сол кезде. Түйреп алдық инемен. И 1 сантиметр көлемде тігеміз. Енді қазір осы иықтарды барып оверлоктаймыз. Сөйден артқа қарай үтіктейміз. Мына жерден тағы да 2 строчка береміз. Кейін мойнын, алдын бәрін толықтай оверлоктап жасап шығамыз. Мына тігісті, иықтың тігісін артқа қаратып үтіктеп алдық. Енді сол жерді тігеміз бағанағыдай, жүргізіп жатқандай. 2 рез.
елес тігіп жатырмын. Мықтылап тұрды. Екі жағым бірдей. Так, қыздар, мынандай лента қалай аталатынын білмеймін. Маған бір кісі берді, өзі бұрын істеген. Интернетте барлық кісілер осыны пайдаланады. Мынандай созылмаш. Мындай мойынды қазаверлоқтаймыз да, былай қайрамыз. Содан кейін мынаның үстіне тігіп шығамын. Или аверлоқтамай, мынамен бүйтіп тігіп шығып, сразу бүйтіп қайырып тіге салса да болады. Мен аверлоқтаймын. Потом барып оны қайырып тігем, бүйтіп 1 сантиметрге. Сол кезде мынаның үстіне жүргіземін. Мынау сонда жаңағы матамыз созылмайды, мынау ұстап тұратын хабушын. Осындай заттар көрсеңіздер, алып қойыңыздар. Так, достар, қазір мына лентаны тігіп көреміз. Так, мен бірінші тігіп жатырмын. Барлығын аверлоқтап шықтым. Жеңін де, полностью алдын да. Етегін ештеңке істемейміз, осылай қала береді. Мына лентаны екі бүктеп, бүктелмейді екен. Бас жағы жаман екен, алып тастайын. Мына жақтар қатты екен. Мына жағы кішкене сөгіліп кетті екен. Алып тастаймыз. Так, достар, видеоны до конца көріңіздер, соңына дейін. Өлшемді қай жерден алғанымды айтамын. Так, бүйтіп қойып көреміз. Осы лентаны бойымен қайырып тігеміз онда. Кескен жерің сөйтіп кетеді екен. Бірінші бастағаны қиындау. Кейін оңай сияқты болатын сияқты мына лента. Так, көрейік. Бисмилля. 1 сантиметр қайырып отырам. Лентаны сол үстіне қоям. Бірінші шетін, кейін мына жағын. Бірінші шетін, потом мына жағын. Ол мен бірінші немен түйреп алсаңыздар болады. Мен асығыспын. Тез бітіру керек. Ешқандай уақытым жоқ неге де. Бір линиямен тұрса қызық емес болып тұрады. Сол үшін екі жол жұмсаймыз. Астар салып тіксеңіздер де болады. Егер астар салынған видеоны көргілеріңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіздер. Астар салынған жилетка тіксек, бірге менімен бірге. Енді бірінші тігіп жатырмын жилетканы. Прямой эфирда бірге істейік десеңіздер, прямой эфирда да бірге істесе болар. Так. Инстаграм аккаунтта. Прямой эфирда. Бір күнді белгілеп. Соңына шын айландырып шығамыз. Мінекей достар, жилеткам бітті. Енді идеальный деп айта алмаймын. Бірінші тіктім, бұндай оқыған емеспін. Қалайнан істегенді айтам, қайдан лекал алғанымда.
Шофтары артындағы. Мынаны вроде теңестірдім. Шоф жасадым. Кішкене белінен фиточка жасадым. Чуть-чуть қана. Мына жерге шоф салмаған матам аздау болды. Сосын кішкене экономдап мына жақта жасаған жоқпын. Мына бейкам кішкене көрініп тұр. Аздап. Кішкене бұндай жерге темный салған дұрыс екен. Екі қалтасымен. Бейка салмай астарды осы матаны алып, басқа матаны бетіне қойып, содан ойып алып, астармен жасасаңыздар да болады. Мынаны өзі жылы болатын шығар дедім де, астар салған жоқпын. Екі қалтамыз. Қалтамыздың іші атлас тігістері. Так, өзіме ұнады бірінші жұмысым. Сіздерге қалай болатынын. Ой! Басында айттым, видеоның соңына дейін көріңіздер. Қаяқтан алғанымды айтам деп лекалам. Мінекей осындай жилеткам болған. Сол жилетканы матаға қойып отырып. Матам менің жарты метр ғана болған. 140-та 50 сондай матадан осындай жилетка шықты. 1 метр или 70, мен 50-ші размер кием. 50-ші размерге кішкене алды жетпей тұр. Осыншама. Сіздерге 1 метр алсаңыздар молынан жетет матаңыз. Ширинасы 1,5 болады. Сіздер уже былайынан қоясыздар оны. Мынау менікі енінен тігілген мата болып тұр. Қазір ол менде былай созылмайды, менде былай қарай созылып тұр. Сондықтан мына бәрі астыға қарай тартып тұр мүмкін. Осындай матадан, осындай киімнен қойып отырып тіктім. Примерно енді өзім білем. Қалайынан не киесіз да, көресі иығыңызды, қолтығыңызды, лишнияларын алып отырасыз алдынан артынан. Так, бірінші жұмысым өзіме ұнап тұр. Бірінші жұмысым болғаннан ұнап тұр. Так, мына жері. Все равно астар керек. Попозже жасайтын шығарым астарын. Мынаның бәрін қайтадан сөгітіп, астарын тігетін шығарым. Что-то маған онша ұнап тұрған жоқ мына жерлері. Пока тұра тұрсын енді. Қиын емес, мына жерді сөгітіп тастаймын. Мынаны да сөгіп тастаймын. Тура осындай астар кесіп аламын. Тіге саламын. Баға беріп кетіңіздер. Қатты ұрыспаңыздар. Бірінші істеп тұрмын. Бұндайды оқыған жоқпын. Оқиын деп ниеттеніп жүрмін. Кімге ұнаса лайк басыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Қай жерінде қате көріп тұрсыздар, айтып кетіңіздер. Мінекей арт жағы. Мынаны бір-біріне кішкене келістірдік. Осындай жилетка шықты.